басталған. Кеше басталған Яна екеуің ұрыстардың арты Арыстанмен махаббат болып кетті. Мүмкін Анарамен ұрысып көрерсің. Я, кстати, да, сосын Анара тоже біреумен қосылып кететін шығар, может. Еще маған бүйтіп айтады, егер жақсы қыз тапқыларың келсе, сезім бағына ботаға барыңдар деп айтады. Менен кейін жігіттердің бәрінің жолы ашылады. Сол сияқты енді қыздарға көштім ба мен сонда, типа қыздардың жолын ашық ашып жатырмын ба? Өзім де жолым ашық қалады. Жалпы екеуінің таныстық тоқтайын деп жатқан нақты Күмісайдың ықпалы бар ма, әлде Ерланның өз шешімі бар? Мен олай ойламаймын, просто типа ойлаймын, мен үшеуісін де сыйлаймын, үшеуісін де жақсы көремін, бірақ андай Ерлан ағаның кішкене әлі күнге шейін андай ішіндегі андай қызығы кетпеген деп айтады ғой, бір әлі тоқталып осындай қалаймын, иә, әлі осындай менің қалауым осы деген нәрсеге әлі жетпеген. Бірақ екі қыздың да кінәсі жоқ, мұнда типа бір-бірін кінәлап жатқан, мен ұғып жатқан жоқпын, типа Анара ренжіп жатыр ғой Күмісайға, бірақ Күмісай ойын қалай ұнады ма? Ойын жақсы, бірақ кішкене түсіне алмадым жаңа. Фитнес тренер екен ғой, оказывается, фитнеске мынаның не қатысы бар десем, сөйтсем Нұрсұлтанның би екен ғой, мен түсінбей қалдым. Жақсы отыр ойын, бірақ наушник қысып тұр, микрофон қысып тұр да, құлағым ауырып кетті. Love Story қашан енді? Қалай? Love Story. Бұйырса Love Story түсіреміз енді. Қазір шыққаннан кейін осы жол кездесіп көрген. Серьезный темаға көшу керек дейсің. Ішіндегі бәрін білу керек болып тұр, сол қызық болып тұр маған. Не ойлайды, қандай адам екен. Покажса барлығы көңілді. Бұйырса келесі орта шыққан кезде міндетті түрде бір кездесу болса да кездесіп айтып беретін оның бәрін. Өлеңмен емес, былай қара сөзбен. Көреміз енді оны. Көңіл күйге байланысты. Таныстық тоқтайды деп жатыр. Ол ортақ шешім болды ма, әлде Ерланның өз шешімі ме? Әрине, ол уже алдында шешіп қойған момент қой негізінде. Просто ымдап түсініп қойдық қой все. Мен как бы өзімнің уақытында бұндай жігітке арнамын. Оған басқа кісілердің ықпалы жоқ. Вообще ықпалы жоқ, бірақ бір жағынан осыдан кейін енді женский солидарность күтпесін деймін қыздарға. Қалай ойлайсың жылы Анар мен Ерланның таныстық тоқтайын деп жатқанына нақты Күмісайдың қатысы бар ма, әлде Анардың келе жатқан туған күнінің қатысы бар ма? Туған күніне қатысы бар. Күмісайдың да туған күнінде қатысы жоқ деп ойлаймын. Просто жігіт анандай қылып айтып жатыр да, ол маған ұнамай қалды деп. Оны мягко айтса да болатын еді, типа бір-біріміздің адамымыз емес екенбіз деп жеткізуге болады. Ол маған ұнамай қалды деп, будто Анар оның артына жүріп, ойбай Ерлан жігітім болшы деген сияқты қылып артына жүгіріп жүрген сияқты қарап тұр да. Сол үшін ұнамай қалды деп төмен қылып түсіріп тастады да, соған ашуландым. Мен айттым, біздің қыздардың әрқайсысы жеке тұлға, өте әдемі қыздар. Жігіттер қызығып қарайтын да, қол жетпес адамдардың айтқан әңгімелері біздің репутацияға тимеу керек. Қалай дейсің? Қалай дейсің оны? Менің ойым ондай емес. Мысалы, Анара мен Ерлан тоқтатамыз, өзіміз шештік дейді ғой, бірақ ол шешім Ерлан қабылдаған сияқты. Енді